Маңғыстау облысы әкімінің тапсырмасына сәйкес 8 ақпаннан бастап Маңғыстау облысы әкімінің бірінші орынбасары Абзал Меңдібаевтың төрағалығымен Жаңаөзен қаласында халықты жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі облыстық комиссия жұмысын бастады. Комиссия құрамына мемлекеттік органдардың, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы өкілдері кірді. Арнайы құрылған облыстық комиссия бастамашыл топ өкілдерімен кездесіп, халықты жұмыспен қамту мәселелерін талқылады. Екі тарапта өзекті мәселелерді жан-жақты қарастырып, келіп түскен ұсыныстарды зерттеді. Нәтижесінде облыстық комиссия жұмыссыз азаматтарды 3 бағыт бойынша жұмысқа орналастыру туралы шешім қабылдады. Қазір қалалық жұмыспен қамту орталығы арқылы Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамында 100, сервистік қызмет көрсететін серіктестерде 61 жаңа жұмыс орны құрылып, халықтың осал топтарына жататын азаматтарды жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. Бұл бағытта арнайы комиссияның шешіміне сәйкес 2022 жылдың ақпан айындағы жағдай бойынша қолданыстағы алгоритм негізінде 5 санат бойынша кезекте тұрған 100 адамды жұмысқа орналастыру жоспарлануда. Жыл соңына дейін 400-ден астам адамды жұмыспен қамту көзделіп отыр. Осы алгоритм бойынша тиісті шаралар алдағы уақытта да жалғасатын болады, деді Абзал Меңдібаев. Жаңадан құрылатын 61 жұмыс орнына үміткерлер жұмыссыз азаматтар қатарынан іріктеліп, Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамына сервистік қызмет көрсету мекемелеріне жұмысқа қабылданатын болады. Жаңаөзен қалалық жұмыспен қамту орталығында 5 санат бойынша және осы орта мерзімді жұмысқа орналастыру бағытында кезекте тұрған азаматтар жұмысқа орналастыру жұмыстары жыл бойы жалғасатын болады. Қаладағы шағын және орта бизнес өкілдерін жұмысқа тарту арқылы Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамына қызмет көрсететін қызмет түрлері, жұмыс түрлері, тауар түрлері бойынша жұмысқа ниетті компанияларды тарту арқылы біздер тағы да жұмыс орнын ашқымыз келіп отыр. Осы мақсатта Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамымен жаңа айтқан шағын және орта бизнес өкілдерінің арасында ұзақ мерзімді келісімшарт жасасу арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу мақсатында жұмыс көздерін ашу жоспарланып отыр. Аутстаффинг мекемелерін жұмысқа орналастыру арқылы жаңа жүйе, осы алгоритмді қолдану арқылы біздер 2 жылда 1700 жұмыс орнын ашуға қол жеткіздік. Бұл жүйенің тиімділігін көрсетіп отыр және бұл жүйе, бұл алгоритм әлі де өзінің жалғасын табатын болады. Облыстық комиссияның басты міндеті жүйенің ашықтығын және әділдігін қамтамасыз ету. Сондықтан осы бағытта жұмыс әлі де жалғастырылатын болады. Алгоритмнің тиімділігін әлі де біздер қолданатын боламыз. Бұл аталған жұмыстар тұрақты негізде жалғастырылатын болады.